достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгінгі видеода сіздермен мектепке қажетті лайфхактармен бөлісетін боламын. Бірақ видеоны бастамастан бұрын мен сіздерге менің каналыма тіркеліп, және де осы видеоға лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Ал ендеше көп созбай видеомызға оралайық. Сонымен бірінші лайфхакқа көшейік. Егер сізде қажет кезде сызғыш болмаса, сіз оны оп-оңай ручкамен алмастыра аласыз. Ол қалай дейсіз бе? Қазір көрсетемін. Мысалға, геометрия сабағы кезінде сізге үшбұрыш сызу қажет болса, сіз оны оп-оңай ручка арқылы сыза аласыз. Мен өз басым бұл лайфхакты өте жиі қолданамын, себебі менің сызғышым кей кезде жоғалып кетеді, немесе үйде ұмытып кетемін. Міне сол кезде мен осы лайфхакты қолданамын. Бұл лайфхак сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Екінші лайфхак. Кейде күнделік толтырып жатқан кезінде айдың нешесінде бітетін білмей жатамыз. Сол кезде біз телефонға жүгірмей-ақ оны оп-оңай қол арқылы анықтай аламыз. Мысалы, білесіздер, жаңа жыл бұл қаңтар айынан басталады. Сүйек тұрған жерлер бұл 31-нен бітетін айлар, ал мынау екі сүйектің арасындағы қуыс жерлер бұл 30-нан бітетін айлар. Қаңтар айы білесіздер 31-нен аяқталады, ал ақпан айы бұл 28-29-нан аяқталады. Ақпан айы бұл жалғыз ай, 28 мен 29-нан аяқталатын. Кейін наурыз айы бұл 31-нен бітеді, яғни бұл сүйекте тұр, ал сәуір айы 30-нан бітеді. Мамыр айы 31-нен бітсе, маусым айы 30-нан бітеді. Шілде айы мына жерде сүйек тұр, 31-нен бітеді. Тамыз айда сүйек тұрған жер, яғни 31-нен бітеді. Қыркүйек айы 30-нан. Одан кейін қандай ай дейді? Қыркүйек. Қазан айы бұл 31-нен бітсе, қараша айы 30-нан бітеді. Ал декабрь, яғни желтоқсан бұл 31-нен бітеді. Бұл лайфхактың сіздердің ешбір жерден естімегендеріңізге мен сенімдімін. Сол себепті де бұл лайфхактарды достарыңызды таңғалдыру үшін де қолдана аласыз. Үшінші лайфхак. Білесіздер, мектепке оқу құралдарынан басқа да заттар қажет болады. Мысалға, сол заттарды біз осындай косметическаға салып қоюымызға болады. Әсіресе бұл қыз балаларына өте қажет нәрсе. Мен мектепке қажетті заттар деп лакты айтар едім, әсіресе қыз балаларына. Себебі капрон кей кездері кетіп қалған кезінде біз лак арқылы оны оп-оңай-ақ тарқатылуын тоқтата аламыз. Одан кейін бізге резинке керек, яғни бәрібір қыз баласында артық резинке болған дұрыс деп ойлаймын. Себебі кейде резинке жоғалып кетуі мүмкін, немесе бір жерде түсіп, жоғалып қалып, сондай кезде артық резинке болған дұрыс. Одан кейін тарақ. Тарақ бұл не үшін қажет десеңіздер, себебі дышшы сабағында білесіздер, шашымыз сосын быт-шыт болады. Сондай кезде міне осындай кішкентай тарақты қолдануға болады. Одан кейін бұл әлбетте әмиян. Бұл оқушыға өте қажет зат деп ойлаймын, себебі оның ішінде ақша болады. Кейбір алыс тұратын балалар автобуспен қатынайды, немесе буфеттен тамақ алып ішуге де ақша қажет. Ал ол сөмкенің ішінде әрбір тесігіне түсіп кетуі мүмкін. Оны жинақтап қою үшін осындай әмиян алып жүруге негізінен болады. Егер де бүгінгі видео сіздерге ұнаған болса, осы видеоға лайк басып, және де менің каналыма тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Егер де осы видео, яғни көптеп лайк жинайтын болса, мысалға 50 лайк жинайтын болса, онда мен мектепке арналған лайфхактардың екінші бөлімін түсіретін боламын. Ал сонымен көріскенше.